Саламатсыздар ма оқушылар? Қолдарымызда барлығымызда осындай бағалау парағы бар. Қараймыз, біз бүгін 4 кезеңнен тұратын тапсырма орындаймыз. Бірінші, үй жұмысы арқан тартыс деп аталады. Үй жұмысын кім дұрыс орындаған болса, онда оған 2 балл беріледі. Келесі, екінші тапсырма. Бұл жұптық тапсырма. Қасыңызда отырған оқушымен екеуіңіз бірге орындайсыңдар. Бұл қыз қуу деп аталады. Бұл тапсырманы дұрыс орындаған болсаңдар, бұған 2 ұпай беріледі. Бұл жерге 2 деп жазсаңдар болады. Келесі, үшінші тапсырма. Ат жарысы деп аталады. Ат жарысы бұл өзіндік жұмыс. Әркім өзі орындайтын тапсырма. Ат жарысына 3 балл. Келесі, төртінші тапсырма. Көкпар деп аталады. Көкпар болғандықтан, бұны топ болып орындайтын боласыңдар. Бұл топтық тапсырма болғандықтан, сіздерге 3 ұпайдан берілетін болады. Түсінікті ме оқушылар? Тілін қойып аламыз, кітапқа суретке қарап түгел қойып аламыз. 30 секунд. Жарайсыз. Ат жарыс тапсырма. Бұл жерде әр оқушы өзі берілген тапсырманы орындайды. Болатын болса, 3 ұпайдан беріледі. Бір-бірден таңдап аламыз. Болып, өздерінің топтарында қорғап шығасыңдар. Осыны QR кодтағы тапсырманы алдарында тұрған үлкен параққа орындап топ болып қорғап шығасыздар. 2 сынып оқушылығының 77 беттегі 6 есептің әр тармағының шешуі. Математика 77 бет 6 есептің асқар. Математика 77 бет 4 есепті шығару. Басталды 18:00, уақыт кетті 40 минут, 15 минут ерте шығу керек. Шешуі 18:00 азайту 40, 17 сағат
20 минут, азайту 15 минут, тең 17 сағат 05 минут. Жауабы неше шықты? Жауабы 17:05-те шығу керек. 3 сыныптың қыздарының 15 оқушысына көйлек тігілді. Бір көйлек үшін 4 метр мата кетті. Барлығы неше метр мата жұмсалды? 15 көбейту 3 көбейту 4 тең 180. Барлығы 180 метр мата жұмсалды. Теңізден елу бояу ағаштан белгісіз бояу есе артық. Ұлғары белгісіз бояу бұл бестен бірі бояу. Өткен сабақта алған әсерлеріңді осы асықтарға қарап отырып, бұл ойынның аты қанталапай деп аталады. Бірінші тұрған жасыл түстегі асық, бұл мен бүгінгі сабақты түсіндім, маған ұнады. Сары түс, менің сұрағым бар. Үшінші, қызыл түсті асық, бұл мен бүгінгі сабақты түсінген жоқпын деген. Енді сіздер ортаға келіп, осы асықтарды таңдап аласыңдар. Ортаға келеміз.